Бүгін астаналық балалар Голливуд жұлдызы Стивен Сигал айкидодан өткізген шеберлік классына қатысуға мүмкіндік алды. Қала әкімі халықаралық жекпе-жек фестиваліне келген актерге елімізде айкидоның жөнді дамымай отырғанын айтты. Әйгілі актер Стивен Сигалдың шеберлік классына келген 100 баланы бұл жолы Астана қаласының әкімі Әділбек Жақсыбеков емес, Голливуд жұлдызы көбірек қызықтырды. Өзіне ауған назарды байқаған әртісте балаларға арналған жылы сөзін аяп қалмады. Балалар біздің болашағымыз. Қазір біз не жасасақ та сол болашағымыз үшін. Оларды еркелетіп, білім беріп, жақсылап тәрбиелеуіміз керек. Болашағымызды қорғауымыз керек. Стивен Сигалмен әңгімелесу барысында қала әкімі Әділбек Жақсыбеков елімізде айкидоның кенже дамып отырғанын мәлімдеді. Әкімнің бұл сөзін жаттықтырушылар да қостады. Найти хороший зал. Жалдау ақысы арзан тұратын зал табу мәселесі бар. Қаржыландыру жағы да қиын. Негізінен қажетті қаражатты өз қалтамыздан шығарамыз. Кейде демеушілер көмектеседі, бірақ олар өте аз. Голливуд жұлдызы Қазақстанға өнерін көрсету үшін ғана келмепті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, оның отандық режиссерларға айтар сыры да бар екен. По крайней мере, как он мне сказал, он хотел, точнее, как сказал его агент. Көмекшісінің сөзіне қарағанда, актер Қазақстанға келуді көптен бері ойлап жүрген екен. Оның қызықты фильмдерге қатысты ойлары бар, қызықты сценарийлері бар. Ол соны талқылағысы келеді. Мүмкін біздің режиссерларға қызықты жоба жайында айтатын шығар. Бар жоғы 1 сағатқа созылған шеберлік классынан соң Стивен Сигал жиналғандармен қоштасып кетіп қалды. Айта кетейік, актер 26 маусым күні Астанада өткізілетін бірінші халықаралық жекпе-жек фестиваліне қатысады. Өркен Жоймерген, Дидар Назарбаев, Қазақньюс, Астана.